Теміржолшылардың еңбек қауіпсіздігін арттырып, әлеуметтік жағдайын жақсарту бойынша жұмыстар жалғасады. Қазақстан теміржолы өкілдерінің айтуынша, қазір әр аймақтағы станцияларға жұмысшылардың демалуына арналған модульдер мен көліктер беріліп жатыр. Шетелде құрастырылған осындай техниканың бірі Ақкемер станциясының жұмысшыларына табыс етілді. Енді жұмысшылар қалыңғар мен балшыққа қарамастан теміржол бойындағы кез келген нүктеге оңай жете алады. Қазір бұл станцияда 14 адам еңбек етеді. Олар соңғы жылдары әлеуметтік жағдайларының барынша түзелгенін айтады. Биылдан бастап жыл сайын алатын сыйақылары да көбейген. Республика бойынша бір жылда теміржолшылардың жағдайын жақсарту мақсатында 320 ұсыныс қаралып, оның 72-сі шешімін тапқан. Бұрын ОАЗ терминалмен көлікпен жүрдік. Қазір беріп жатқан көлігі Қытай мемлекетінен шыққан Dongfeng деген жол тағламайтын машина. Өте жақсы машина. Жүргізушіден бөлек ішінде 6 адам орын алған орны бар, шеккен, артына құрал сайман салатын борты бар.